Саламатсыздарбы, құрметті студенттер. Бүгін біздің практикалық сабағымыз 8-ші практикалық сабаққа келдік. 8-ші практикалық сабағымыздың тақырыбы педагогиканы оқыту технологиялары жайлы. Жалпы бұл тақырыпты өткендегі дәрістің негізінде бүгін енді сұрақ-жауап ретінде әртүрлі әдіс тәсілдерді, қандай бізде технологиялар бар, осы жайлы бүгін сөз қозғаймыз. Бұл негізде кері байланыс ретінде әртүрлі сіздермен педагогикалық жағдаяттар даярланған. Педагогикалық жағдаяттардың негізінде кім қандай өзінің болашақ педагог ретінде сол жағдаятты шешу барысында қандай өздерінің ойын айтады екен. 8-ші практикалық сабақтың тақырыбы педагогиканы оқыту технологияларының құрамалары. Кіріспе. Педагогикалық технология бұл оқыту процесін мақсатқа бағыттап, жүйелі түрде ұйымдастыру мен басқарудың ғылыми тәсілі. Ол білім беру. Кіріспе. Педагогикалық технология бұл оқыту процесін мақсатқа бағыттап, жүйелі түрде ұйымдастыру мен басқарудың ғылыми тәсілі. Ол білім беру сапасын арттыруға, оқушылардың белсенді іс-әрекетін қалыптастыруға, оқу нәтижесін жетілдіруге бағытталған. Педагогикалық технологиялардың дәстүрлі оқытудан айырмашылығы нақты мақсатқа жетуді қамтамасыз ететін кезең-кезеңмен жоспарланған жүйе. Педагогикалық технология ұғымы. Педагогикалық технология бұл оқыту мақсатын дәл анықтайтын. Педагогикалық технология ұғымы. Педагогикалық технология бұл оқыту мақсатын дәл анықтайтын, мазмұнын тиімді ұйымдастыратын, әдіс тәсілдер мен құралдарды жүйелі қолданатын процесс. Яғни педагогикалық технология бұл оқытудағы барлық элементтерді мақсат, мазмұн, әдіс, нәтиже, өзара байланысы мен тұтастығын білдіреді. Педагогикалық технологияның негізгі құрамалары мақсаттық компонент, мазмұндық компонент, процессуалдық компонент, нәтижелік компонент. Мақсаттық компоненттің мазмұны оқыту мақсаты мен күтілетін нәтижелерді анықтау. Мазмұндық компонент оқу материалының құрылымы мен мазмұнын таңдау. Процессуалдық компонент әдіс, тәсіл, құрал және оқыту формаларын анықтау. Нәтижелік компонент білім сапасын бағалау және қорытынды шығару. Мақсаттық компонент педагогикалық технологияның бастамасы болып табылады. Ол оқыту процесінің бағытын айқындайды және оқыту нәтижесін болжауға мүмкіндік береді. Мақсаттың түрлері: жалпы мақсат, нақты мақсат, жеке мақсат. Жалпы мақсат білім беру жүйесінің стратегиялық бағыты, нақты мақсат сабақ, модуль, пән шеңберіндегі міндеттер. Жеке мақсат әр студенттің жеке даму деңгейі. Мазмұндық компонент. Бұл компонент оқу материалының мазмұнын, көлемін және құрылымын белгілейді. Ол білім беру стандарты мен оқу бағдарламасына сүйене отырып таңдалады. Мазмұндық құрамда теориялық білім жүйесі, практикалық іскерлік пен дағдылар, тәрбиелік және дүниетанымдық идеялар қамтылады. Процессуалдық компонент оқыту процесінің жүрегі. Ол оқыту әдістері, құралдары, формалары мен кезеңдерін қамтиды. Негізгі элементтері дәріс, әңгіме, пікірталас, тренинг сияқты әдістер. Акт, көрнекілік құралдар, интерактивті платформалар, топтық, жеке және ұжымдық оқыту формалары. Бұл компонент студенттердің белсенді қатысуын арттырып, оқу процесін тиімді етеді. Нәтижелік компонент оқыту технологиясының қорытынды бөлігі. Ол білім алушылардың оқу жетістіктерін анықтау мен бағалауға бағытталған. Негізгі мақсаттары: білім мен дағдыны бақылау, кері байланыс орнату, алдағы оқу процесін жетілдіру. Бағалау түрлері: қалыптастырушы, жиынтық, өзін-өзі бағалау. Педагогикалық технологиялардың түрлері: дәстүрлі оқыту технологиясы, мұғалімнің жетекшілігімен білім беру. Интерактивті технологиялар оқушының белсенді іс-әрекетіне сүйенеді. Ақпараттық коммуникациялық технологиялар: компьютер, мультимедиа, онлайн оқыту. Дамыта оқыту технологиясы оқушының ойлау қабілетін, шығармашылығын дамыту. Жобалау технологиясы нақты мәселені шешуге бағытталған зерттеу әрекеті. Қорытындылай келе педагогиканы оқыту технологияларының құрамалары: бір-бірімен байланысқан жүйе,
мақсаттық, мазмұндық, процессуалдық және нәтижелік компоненттер оқыту процесінің толық құрылымын қамтамасыз етеді. Педагогикалық технологияны дұрыс таңдау мен қолдану білім сапасының артуына, болашақ мамандардың кәсіби құзыреттілігін қалыптастыруға мүмкіндік береді. Назарларыңызға рахмет. Кезекте сұрақтарға кезек берейік. Тақырыпты ашу барысында сіздерге сұрақтар және жағдаяттық тапсырмалар дайындап келдім. Сұрақ педагогикалық технология дегеніміз не? Педагогикалық технология бұл оқу тәрбие процесін жүйелі түрде жобалау, ұйымдастыру және жүзеге асыру тәсілі болып келеді. Ол нақты мақсатқа бағытталған. Келген сұрақ педагогиканың оқыту технологияны лексика. Маған берілген сұрақ педагогиканың оқыту технологияларының құрамалары қандай? Оларға бірнеше принциптер тұрады. Бірінші мақсат қою, мазмұнды анықтау, оқыту әдістері мен құралдары жатады. Келесі бізде оқыту әрекеттерін ұйымдастыру формалары және нәтижені бағалау және кері байланыс жатады. Бұл элементтер өзара тығыз байланыса тұра жұмыс істеуге қабілетті. Келесі менде жағдаяттық сұрақ. Студент сабақта белсенділік танытпай топтық жұмысқа қатыспады. Мұғалім оның себептерін анықтау үшін жеке сөйлесіп қолдау көрсетті. Сұрақ: мұғалімнің бұл іс-әрекеті ретінде оқыту процесі қандай ерекшелігі көрінеді? Ең алдымен мұғалім оқушыға себебі түсініп, оған психологиялық және эмоциялық көмек көрсету керек. Ол оқушының өзіне деген сенімін арттыруға және ішкі мотивациясын оятуға көмектеседі. Сонымен қатар мұғалім бізде оқушыларға жеке және танымдық процестерін көрсету қажет. Маған берілген жағдаят. Оқытушы сабақта миға шабуыл әдісін қолданып, студенттердің өз пікірін еркін айтуына мүмкіндік берді. Сұрақ: қай оқыту әдісі қолданылды және оның ерекшелігі неде? Яғни бұл жерде жазылып тұрғандай, мұғалім миға шабуыл әдісін қолданған. Бұл әдістің ерекшелігі өте күшті, себебі студенттердің ешбірінің ойы сыналмайды, бағаланбайды. Яғни барлығы жазылып алынады. Және бұл жерде күтілетін нәтиже бізде мұғалім студенттердің барлығының ойын ашық тыңдай алады. Ешкім өз ойын жеткізуден қымсынбайды.